Ерте кезеңнен бері әрине қазақ халқы мен көшпелілер үшін тазалық бірінші орында болғаны барлығымызға мәлім. Ал түркі кезеңнен бері тазалықтың ошағы ол әрине моншалар болып есептелінеді. Орта ғасырлардан қалған еліміздің аумағымызда мыңнан астам шығыс моншаларының орны табылған. Осы моншалардың ішіндегі бірі және де бірегейі Ақтөбе қалашығынан моншамен бүгінгі бейне ролигімізде танысатын боламыз. Шу ауданындағы Ақсу, Қарабалта өзендердің Шуға құяр сағасынан оңтүстік шығысқа қарай 3 шақырым жерде Ақтөбе қалашығы орналасқан. Бұл қалашық қазіргі таңда халықаралық дәрежеде ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енген. Өте үлкен аумақты алып жатқан Ақтөбе қалашығы Орта Азиялық басқа да қалалар секілді 3 бөліктен тұрды. Яғни ортаңғы бөлігі Цитадель, Шахристан және де шаруашылық бөлігі ол Раба. Қаланың сыртын 25 шақырым үлкен қорғандар қоршап жатты. Және де қалада зерттеулер 19 ғасырдың ортасынан және де бүгінгі күнге дейін үздіксіз зерттелуде. Және де әртүрлі археологиялық жұмыстар жүргізіліп келе жатыр. Қалада көптеген ғимараттарды табылды, солардың бірі әрине шығыс моншасы. Бұл шығыс моншасының ерекшелігі қабырғалары күйдірілген қыш кірпіштен тұрғызылған 2 күмбезден тұрады және орта ғасырдан бері әрине қазақ даласында кеңінен канализациялық системаларда қолданған. Және де моншаны қыздыру системасы да өте ерекше, яғни моншаны еден астынан қыздырған. Қазіргі таңда біздің үйлерімізде кеңінен қолданылатын жылы еден технологиясы 10-12 ғасырдан бастап қазақ даласында пайдаланылғанын дәл осы моншамен ақ дәлелдесек болады.